Алдыңғы видеода мен бір апталық ваучер ойнатқан болатынмын. Иә достар, ол бір апталық ваучерді міне дәл осы комментариядағы ұтып алды. Яғни енді достар, мен сіздерге дәл осы видеода қайтадан конкурс ұйымдастырғым келіп отыр. Оны алу шарттары өте оңай. Ол менің арнама тіркелу және де колокольчикті қосу және де дәл осы видеоға лайк басу, ешқандай спонсор ештеңе жоқ. Мен оны өзім салып беретін боламын. Енді достар, барлығы қатаң түрде қаралатын болады. Және де бұл конкурста мен сіздерге бір апталық ваучер емес, 500 алмаз данын кететін боламын. Және де лайктарыңызды мен комментарий жазып кетеміз, Free Fire'дағы айдиларыңызды мен қатысамын деп. Сол кезде мен барлығын таңдап, яғни сен ұттың деп комментариясына жазып, өзінің Free Fire'да яғни данатын салып беретін боламын. Ал ендеше біз видеомызға қарай кеттік. Ал енді достар, бұл видео басталмастан бұрын мен сіздерге өзімнің кереметтей дизайнерімді ұсынғым келіп отыр. Яғни сіздерге первый, аба, шапка барлығы керек болса, менің деріме жазыңыздар. Яғни ВКС описанияда болады. Яғни YouTube бастап жүрген адамдар болса, первый, аба, шапка барлығын жасата аласыздар. Яғни Казмастер промокод деп барсаңыздар, яғни сіздерге өте арзан бағада береді. Ал ендеше үлгеріп қал. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей Казмастер. Иә достар, бүгін біздерде өте керемет, өте ерекше видеолардың бірі болайын деп жатыр. Иә достар, бұл видео мен сіздерге тағы да кереметте алдыңғы видеолардың бірінде, яғни ADAES кезетке 101 факт жасаған кезде, сол кезде барлықтарын жазған болатырсыз. Шелдиға, яғни атақты ютубер Шелдиға факт жасас деген болатын. Енді достар, міне осы видеода мен сіздерге атақты дейін ба, енді бір Шелзи деген ютуберге факт жасайтын боламыз. Бірінші факт. Яғни Шелзидің аты жөні Досымжан Мырзаханұлы. Екінші факт. Яғни Шелзи 2002 жылы дүниеге келген, ол 4 қарашада, ал қазіргі жасы, мен қателеспесем, 17-16 жаста болуы тиіс. Үшінші факт. Ол бұрын Майнкрафт түсірген, ал ол сол Майнкрафт каналында 60 000 подписчикке жеткен болатын. Бұл өте тамаша. Төртінші факт. Ол бұрын Майнкрафтта Бомжик Селзи деген видео түсірген еген. Бесінші факт. Оның інісі бар, оның аты Асылжан, яғни Мелзи деген ютубер, ол оның інісі. Алтыншы факт. Шелзи университетте 1-ші курс оқиды. Жетінші факт. Шелзидің гильдиясы бар, оның аты Қазақ Республик деген. Сегізінші факт. Яғни Шелзи Майнкрафт түсірді деген болатын біз. Яғни Бомжик Шелзи деген өзінің керемет видеосын түсірген еді. Яғни сол Бомжик Шелзи деген YouTube канал 2017 жылы ашқан еді. Ал қазіргі кезде 3-4 жыл YouTube'пен айналысып келе жатыр. Ал қазіргі Free Fire каналын ол 2019 жыл ашқан. Ол 1 жылдың ішінде кереметте подписчиктер жинап алды. 9-шы факт. Яғни өздеріңіз көріп жүргенде, ол керемет ава мен шапка өте керемет істейді. 10-шы фактты айтпай тұрып, менің арнама міндетті түрде тіркеліңіздер. Яғни достар, бұл арнада өте керемет видеороликтер көре аласыздар алдағы уақытта. Және де достар, мен сіздерден білмеймін, яғни алдыңғы видеода 300 просмотр неге екенін білмеймін достар. Неге лайктарыңызды аяйсыздар? Сіздер лайк басқанша менің де видео түсіруге деген бір желанием, яғни мотивациям ашылады. Сол себептен өздеріңіздің кереметте лайктарыңызды басыңыздар. Сіздер үшін ол бір кнопка, ал мен үшін жетістік екенін ұмытпаңыздар достар. 10-шы факт. Оның компьютері бар, ол 700 000 теңгеге тұрады достар. Міне достар, міне өзіміздің керемет видеомыз аяқталды деген ойдамын. Сіздерге осы видео ұнаса, міндетті түрде арнаға тіркеліп өздеріңіздің кереметті лайктарыңызды басыңыздар. Яғни достар, көбісі алдыңғы видеода айтқан болатын, неге 101 факт деп қойдың деген. Яғни первый алдайтынын ешқашанда ұмытпаңыздар. Енді первыйда ол тұра береді, ал біз 10 фактты жасайтын боламыз. Яғни енді келесі қай ютуберліге 10 факт жасайын, оны комментарийға міндетті түрде қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде барлықтарыңды оқимын. Және де мега конкурсқа қатысуды ұмытпаңыздар достар. Сіздермен бірге болған мен әдеттегідей Казмастер. Ал ендеше давайте достар.